У меня нету профессиональной освещения, поэтому мен ноутбуктан тупо ақ цветті қосып отырмын. Whatever. Наоборот, мне кажется, cozy, очень комфортно будет, когда не профессиональное освещение, а очень домашнее. Надеюсь. Окей, hi guys. Қалай? Үй шаман ба? Төрт малдың басы түгел ма? Короче, мен жазда апаммен атам үйіне келдім. Ну, в целом, мен осы жерде өскем, осы жерде мектеп бітіргем. По сути, можно сказать, что это дача. Хотя бізде қазақтарда особо дача демейді, потому что, ну, просто жері, огород бар, ит бар. Күшігім менің. Сақлауым. Там времянка дегенім бар. Так что можно в целом сказать, что дача. Өте-өте қуаныштымын бұл жақта болғаныма жазда особенно. Өте керемет. Дайын огород бар. Хотя уже көбісі пісіп қойыпты, к сожалению, помидор покупать етіп жүрміз. И осы видео сол туралы мен осы уақытта келдім, где-то уже бір айдай болып қалды. Не істегенім туралы. Кроме скроллинга телефоннан, жаңағы Инстаграм, WhatsApp, ну, WhatsApp емес, там Инстаграм, ТикТок, анау, чтобы тупо уақытымыз құртып миымыз шіріткенше, иә. Brain rotting. Мен өзімде в целом план болып жүрді, что жазда особо интернетте болмау деген. Хотя не получается, шын айтайын. Потому что мен какой-то период правда, что ли, Инстаграмға кірмей кетемін, потом что-то керек болып қалады, и мен Инстаграм скачать етемін, потом қолданамын, Инстаграм қалып қалады телефонда. И какой-то момент уже ішім пысқан кезде автоматически барасың Инстаграмға. Қазір мен Инстаграм бар, но мен ойымды өзгерттім, что мен Инстаграмда особо қотпаймын, и мен тірліктерім бар. Да, мен уже пландар құрып қойдым, не істеуге болатын. Поэтому да, тоже особо Инстаграмда отқан келмейді, даже у меня скачанный болып тұрса да. Сондықтан это хорошая новость. Еще makeup is makeuping today, да, вот мен осылай видео түсіру үшін макияж жасамасам, в целом вообще жасамаймын. Вообще көрінеді на видеоларда мен жаңағы гитара ойнап атамын, сол жерде уже шын түрім. Ну, где-то макияж құрту керек. Че, бекер сатып алдым ба не? Шақа қыдырмаймын, особо далаға да шықпаймын. В целом, осы видеоның эстетикасы. Бұл спокойная жизнь. Я баяу өмір, такие реальные, то есть реальность, по сути, жазда. Из-за того, что, ну, особенно оқушыларда и универде оқитындарда ештеңе жоқ, ну, жұмыс істемесең әрине. По сути, ну, өте баяу и жақсы, да, күн ыстық, делать ничего не хочется деген сияқты. Сондықтан, в целом, өмірді былай қарасаң, очень скучно. Біз там жұмыс мына там особенно біз там ТикТокта мына жақта особенно социальная сеть, виртуальный өмірде көп отырғандықтан, как будто что-то должно происходить 24/7, каждый секунд даже. И когда сен телефоннан шығасың, понимаешь, что ну, сен өзің строить етпесең, пландап мен мынаны істеймін, типа мына хоббиімді істеймін, потом ана хоббиімді істеймін демесең, потом в целом өмір скучно. И мне кажется, ол жақсы, иногда скучно болу керек адамға, потому что каждый секунд бір бәле новую новость естіп атасың. Это миын шаршатады. Сондықтан я призываю вас, не поздно еще социальные сетьтерді удалить етіп, шын өмірде өмір сүруге. Призываю қиын нәрсе істеуге, особенно мысалы мен гитара істедім. Там можно видеть, что менде басында ничего не получилось. Потом уақыт өткен сайын мен там қалаған өлеңді музыканы істеп алдым, гитарамен үйреніп алдым. Или там кітап оқу, что-то либо такое, что который оңай емес, да, потому что социальный сетьте отырасың, бәрі оңай, чик-чик қолмен. А в реальности бірдеңе үйрену, кітап оқу, новый хобби, новый скилл үйрену қиын и оңай емес, и не хочется. Все еще Baby Doll не слишком қатты тез істеп жатырмын, а должно быть жай. Пауза қою үйрену керек. Я не могу пауза қоюға, я сразу кетіп қалдым. Понимаете? Это должно быть. Я андай үйрендім. Басқаша невозможно. That is so beautiful. Стрижка жасаттым. Шашым ұзын болған. Бір-екі референс көрсеттім, чтобы алдында, чтобы такое. Окей, сок алдым өзіме. Мен велосипедмен жүрмін міне. Где-то 10 жыл болып қалды, или 7 жыл айдап жүрген мен осыны. Үйде тұрады. Жазда келгенде айдаймын. Ашып қойдым банка сокты. Емега велосипедпен барам. Я не знаю, қайтып барам. Бір қолмен қазір айдап түсуім керек болды. Я не знаю, қайтып барам қазір.
Окей, хай. Мен бүгін азанда тұрдым, точнее ұйықтар алдында. Мен ертең кетем сағат 8-де. Тұрып барам бассейнге дедім. И потом, мне кажется, мен кеш ұйықтайын бедім де 9-ға қойдым. Азанда 8-дегі будильникті өткізіп тастадым. Сағат 9-да будильникті қоям, и есіме түседі, что мен тұруым керек, бассейнге барғым келсе. I was like, no, мен кешақ кетпеймін. Instantly, I was like, yeah, no. Но все-таки мен план құрып қойдым, бүйтемін, сөйтемін, мен құртқым келмейді оны. Соны все-таки бару керек. Очень странно, потому что бірінші рет бардым, велосипедпен бардым. То есть 22-25 минутта басында мен велосипедпен барамын. Білмеймін қалай баруды. Через микрорайон арқылы маған төкес жүргізді. И мен қиын болып кетті, хотя могла бы я вот так и вот так. Қазір енді кешкі 4 болып қалды, мне кажется. Мен тағы да екінші shot of coffee ішіп алдым. Чтобы ұйықтамай, потому что мен қазір түсте ұйықтасам, шаршап тұрмын из-за того, что жүздім. Мен всегда жүзгеннен кейін шаршаймын. Сен үйге келіп тағы еще душ қабылдайсың. ұйқым келеді. Мен бірақ ұйықтамауым керек, потому что мен қазір түсте ұйықтасам, кешке түнде ұйықтамаймын. А мен ерте ұйықтап, ерте тұрғым келеді. Потому что в последнее время мен өте кеш тұратын болдым. Кеш ұйықтап, кеш тұрып. Я, мне это не нравится уже. Окей, очень иронично, короче, мен там телефон ұтпаңдар деймін, бірақ фильм туралы айтамын. Нет, фильм это другое все-таки. Все-таки. Осы жағынан көрдім, социальный нетворк, социальный сеть. В целом мен уже, типа, бизнес туралы ой қызық емес, маған скучно болады деп мен, короче, потом көремін деп жүрген едім. Оказывается, мен көрдім, все-таки, короче, ішім пысып жатты. Как будто істейтін істеп қойдым, и күш жоқ, чтобы жаңағы хоббимен айналысу үшін, бір бәрі жасау үшін, да. И мен жаңағы инстаграмға кіргім келмейді, сондықтан кино көрейін дедім. И социальный сеть тұрды, мен де көру керек, ладно, көрейін дедім. И мен бастап кеттім, мен сразу бір-екі уже қызықтыра бастады, мен уже ары қарай көрдім. Шынымды айтайын, маған өте қатты ұнады. Мен ойлағаннан өте керемет болған. Актерский состав, қалай ойнағандары, в целом смысл. Рекомендуем. Окей, екінші көрген фильм менде болды Shutter Island, проклятый остров деп аталады. Тоже актерский состав өте керемет. Мен оны тоже андай фильмдердің қатарына келеді, что мен потом көремін. Қызық емес дедім, короче. Но дело в том, что мен білмедім, ол не туралы екен. Мен ойлап жүрдім, какая-то банда, какой-то вот гангстер банда, и бір-бірін өлтіреді, біреуді өлтіреді, короче, сондай. Оказывается, нет, вообще маған өте қызық жанр, да, во-первых, триллер, что ли. И психологический такой все-таки триллер. Маған өте қатты ұнады. Керемет, стоит того. Мен спойлер еткім келмейді, так что өте керемет. Скорее тоже тағы да көретін фильмдер жетеді, мен там кинопоискта. Маған, кстати, кинопоискта мен подпискада емеспін. То есть мен оны уровеньге түскен жоқ, что подписка сатып алатындай. Алғашқы пользователь ретінде маған какой-то период тегін кинопоиск берді. Хотя мен алдында кірдім, сен уже подпискаң жоқ дейді маған. Ну, в целом, тағы да планирую, тағы да фильмдер көруге жетеді. Ну, короче, жақсы дейтін фильмдер жетеді, и мен, скорее всего, тоже кеткенше осы идет. И реально не хочу. Мне кажется, любой адамда, что жаз біткен мен қаламаймын. Беззаботный, короче, жаз огурцы мен помидорды майонезбен араластырып, көп там жүзім жеп, слива жеп, арбуз жеп өмір сүргім келеді. Сондықтан, конечно, мен кеткім келмейді. Я не хочу, чтобы жазым біткен, но к счастью, тағы да жаз бар. You bring me down for all to see. Then switch it up and treat me right. You promised